Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ғұн тайпасының бірігуі. Біздің заманымыздан бұрынғы 1000 жылдықтың ортасында Алтай, оңтүстік Сібір мен шығыс Қазақстан аумағында ғұн деген атпен тайпа одағы қалыптаса бастады. Қытайлар хуну, кейде сюню деп атаған бұл тайпалар халықтардың ұлы қоныс аудару дәуірінде белгілі болды. Бұл сіздердің алдарыңыздағы ғұндардың кезіндегі тарих бетіндегі картасы. Үйсіндермен, қаңлылармен шекаралас аймақта болған ғұн тайпалары. Ғұн тайпалары сол кездегі көршілес жатқан тайпалардың, Қытайдың ең қауіпті тайпалардың бірі болды. Өйткені ғұн мемлекеті ең дамыған мемлекет болды. Соған ғұндардың күшеюіне байланысты, мықты мемлекет болуына байланысты Қытай мемлекеті ұлы қорғандарын салғыза бастады. Қытай деректерінде ғұндардың алғашқы көсемі Ся руынан шыққан билеушілердің бірі Шунвей болған деп айтылады. Қытай транскрипциясынан қазақшаласақ, Шоңби билеп шығады. Ғұн мемлекетінің өрлеуі біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасыр Тұман Шанюдің патша ұлы Мөденің атымен байланысты. Сіздерге тағы да тоқталып өтейін, Шаню деген патша немесе хан дегенді білдіреді. Тұманның тұсында ғұндар бір қатар жерлерінен айырылады, көрші елдермен көп соғысады. Аңыздарға қарағанда, Тұман Шаню елде әлдебір себептерге байланысты өзінің ұлы Мөденің тақ мұрагерінен айырған екен. Алдымен Тұман Мөдені өзінен алыста ұстамақ болып, Юэджи елінің аманатқа береді. Аманат деген сөз ертеде кепілдікті білдіреді. Яғни екі елдің арасында бейбітшіліктің кепілі мағынада. Бірақ кейіннен Тұман осы уәдені бұзып, Юэджи еліне шабуыл жасайды. Кепілдікте жүрген Мөденің жанқиярлық арқасында аман қалады. Осыдан кейін әкесі Мөденің жанына әскер қосып шекаралық аймаққа күзетке жібереді. Мөде қолындағы әскерді әбден үйретіп, жаттықтырып, ақыры патшалық билікті алады. Мөде ғұн мемлекетінің негізін қалаушы. Біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда Мөде Қытаймен кескілескен ғұн тайпаларын біріктіріп, ғұндардың билеушісі Шаню деген атақ алады. Ол шексіз билікке Аспан ұлы деген атаққа ие болды. Ғұндар мен Қытайдың хан династиясы арасында соғыс біздің заманымыздан бұрынғы 1888 жылы хан әскерінің жеңісімен аяқталды. Қытайлықтар жыл сайын алым салық төлеуге және Қытай ханшасын әйелдікке беруге мәжбүр болды. Ғұндардың құдіреттілігін шығыста Қытай, көршілес үйсіндер мен қаңлылар, солтүстікте Саян Алтай тайпалары да мойындады. Ғұндардың әскері. Ғұндар жақсы ұйымдастырылған атты әскер үлкен маңызға ие болды. Олар негізінен садақпен, найзамен қаруланған. Ғұн империясына біздің заманымыздан бұрынғы оңтүстік ғұндар хан империясына Қытай бағынды. Ал Чжи Шаню бастаған солтүстік ғұндар тәуелсіздігін біраз уақытқа дейін сақтап қалды. Ежелгі ғұндардың көшпелі тіршілігінен көрініс. Қоғамы патриархалды рулық қарым-қатынастардың белгілері өте күшті болған. Ғұндар 24 руға бөлінген. Олардың басында ағамандар тұрған. Ағамандар кеңесі мен халық жиналысы жұмыс істеген, әскери тұтқындардан құралған құлдар да болған. Жазба деректер ғұндар қоғамындағы үкімет белгісі туралы мәліметтер қалдырған. Елді Шаню басқарған. Одан кейін төмен басылар болды. Ғұндар қоғамында мал мен жерге жеке меншіктің пайда болуы, тұрпайы бюрократтық аппараттың құрылуы, алым-салық, жазу-сызудың болуы, таптық қоғам мен мемлекеттің пайда болуын туғызды. Ғұндардың діни наным сенімдері ата-бабаның аруағына сенуі,
дүниеге табынудың дәлелі. Жалпы ғұн тайпалары пұтқа табынған. Ғұндар тәңірлік дінді ұстанып, түркі жазуын тұтынған. Сөйлеу тілі де түркі тілі болған. Шаруашылығына тоқталатын болсақ, ғұндарда мал шаруашылығы жақсы дамыды. Әсіресе жылқы өсіру басты рөл атқарды. Сондай-ақ қой өсіру, аң аулау, егіншілік дамыды. Ғұндардың қол өнеркәсібі күшті дамыған. Металдан, сүйек пен мүйізден, тас пен саздан, ағаштан, керамикадан жасалды. Сауда дамығандығын жібек маталар, айналар, нефриттен істелген бұйымдар көрсетеді. Балалар, бұл біздің бүгінгі ғұн тайпаларының бірігуі, қалыптасуы тақырыбында. Негізгі сендерге үй тапсырмасы 115-ші беттегі 45-46-ші параграфты оқып, тапсырмаларды орындау. Осы мәтінді оқып және кітаптарындағы мәтіндерді салыстыра отырып, тапсырмаларды орындайсыздар. Тапсырмалар: ғұндардың тарихына сипаттама бересіздер, сол арқылы дәптерлеріңізге жазасыздар. Картамен жұмыс. Тапсырма: ғұндар бағындырған тайпаларды кескін картадан белгілеңіз. Осы кескін картаны дәптерлеріңізге түсіріп, ғұн тайпаларының кестесін картаға түсіресіздер. Келесі тапсырма: мөденің саясатына баға беріңіз. Бірінші, мөденің саясатының ерекшеліктері қандай болды? Соған мәлімет келтіресіздер. Екінші, мөденің жорықтарынан болған өзгерістерге де қысқаша мәлімет бересіздер. Осы тапсырмаларды орындай отырып, маған келесі күнге дейін тапсырманы орындап жібересіздер.